Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Менің аты-жөнім Әділ Назарханқызы. Мен 9-ші B сыныбының оқушысымын. Бүгінгі менің мақсатым композициялық құрылым мен шығармадағы құндылықтар аспектілері бойынша салыстырмалы талдау жүргізу. Таңдауым аққулар ұйықтағанда және ананың анасы шығармаларына түсті. Себебі ұлы жазушыларымыз аталмыш туындыларында қоғамның айыбына мән бермейтін ержүрек, қайсар, батыл және іс-әрекеттеріне сенімді әйел ана бейнелерін сомдайды. Аққулар ұйықтағанда өлең жолдары ананың шарасыздығы туралы. Сұрап алған жалғыз періштесі ауыр дертке шалдығады. Сырқаттан арашалап аламын деген ойда шешесі киелі аққуға қолындағы мылтығын анатады. Автор құстың өлуін бақытсыздықтың бейнесі ретінде сипаттайды. Соңында ұлы о дүниеге аттанады. Ал ананың анасы іркіт сабасына іркілдеген молда мен саудагер Рамазанға ертеде өткен оқиғаны жаңғыртып айтатын әңгімесінен басталады. Әңгіме жас қызды олжалап кеткен жалпақ би жайлы. Барымташы шешімінде анасынан сөзден жеңіліп қалып, бостандық сыйлайды. Екі шығарманың сюжеті әртүрлі болса да, жеткізетін идеясы бір. Ол ананың құдіретін ұғынып, құрметтеу. Шығарма композицияның айырмашылығына бірінші тоқталып кетерлік. Аққулар ұйықтағанда өлеңі Жетімкөлдің тамаша сұлу табиғатын сипаттаудан басталса, ананың атасы соқыр қарт әйтілестің әңгімені баяндауынан. Демек, Мұқағали атамыз уақыт пен кеңістіктің көрінісін бейнелеп, жайлы атмосфераны құрса, Ғабит Мүсірепов керісінше оқырмандардың назары мен қызығушылықтарын монтажды композицияның элементтерін қолдана отырып оятқысы келді. Екіншіден, аққулар ұйықтағанда өлеңнің басты ерекшелігі композициялық құрылымда сәби мен аққудың өмірлері арасында параллель жүргізілуі. Шарықтау шегінде қасиетті құстар көлге бұдан былай оралмағандықтан шешімінде сәби мерт болады. Алайда екі туынды сызықтық құрамға ие. Оқиға хронологиялық тізбек бойынша жалғасады. Жазушылар ортақ құрал ретінде шарықтау шегінде диалог пайдаланады. Шығармалардағы әйел адамның әлсіздігіне байланысты көзқарастар сәйкес. Өйткені қосалқы кейіпкерлер үйдің шаруасымен айналысу басты міндеттердің бірі екенін меңзейді. Бірақ баласы үшін аналары бәріне де дайын болды. Сонымен қатар ана махаббаты мен мәдениеттің сақталуы атты құндылықтар екеуінде де кездеседі. Зерттеу идеясымен байланыстырсақ, Мұқағали Мақатаев әйел ана бейнесін сомдауда трагедиялық оқиғаны баяндайды. Аққуды өлтіру моральдық тұрғыдан бұрыс болса да, кейіпкердің батылдығын көрсетеді. Екінші әңгімеден де әйел ананың қоғамдағы орны зор екеніне көз жеткізуге болады. Ана баласы үшін халық батырларына қарсылық білдіреді. Шіркін әйелдің де әйел екен жолдары ана махаббатының күшін сипаттайды. Мен анасыз өмір сөнген көмір деп қорытындылағым келеді бүгінгі жұмысымда. Ұлы тұлғаларымыздың өзі аналарымыз біз үшін тағдырларын құрбан ете алатындығын жазған. Сондықтан біздің бірінші парызымыз оларды мәпелеп, қартайған кездерінде көздің қарашығындай сақтау. Назарларыңызға рахмет.